1992 жылдың 30 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының министрлер кабинеті еліміздің өркендеуі жолында аянбай еңбек етіп жүрген жастар үшін мемлекеттік дарын сыйлығын тағайындау туралы қаулы қабылдады. Мың 791 жылдың 30 қыркүйегінде Вена театрында Вольфганг Амадей Моцарттың соңғы туындысы таңғажайып флейтаның тұсауы кесілді. 1967 жылы Космос 186 және Космос 188 атты жердің жасанды серіктері алғаш рет ғарышта автоматтандырылған тоғысуды жүзеге асырды. 1929 жылдың 30 қыркүйегінде Франкфурт қаласында неміс автоконструкторы Фриц Опель ракетаның қозғалтқышы орналасқан планерде ұшу сынағын жүргізді. Ол 75 секундтың ішінде 3 километр жерге жеткен. 1906 жылы Париж қаласында тұңғыш рет жылы газбен толтырылған әуе шарларының фестивалі болып өтті. 2 күнге созылған бұл ғаламат байқаудың жеңімпазы Фрэнк Лам болды.